Сәлем достар, мен Жасике. Менде өте көп видео шыққан жоқ. 6 күн дей ме, 5 күн дей ме видео шыққан жоқ. Өйткені мен деген әжемнің үйінде болдым. Қонақтар келді. Бүгін мен сол өзімнің үйіме келіп, уже ары күні сабақ болады. Сондықтан ертеңді шамалы көп видео түсіріп көрермін, бірақ ертең шашымды отырамыз, а біз бал қастырамыз. Достар, если что, кеше деген минут деген машинамды, то есть мен біреудің машинасын ұрлап кетіп, машинамды ешкім ұрламаған. Мен просто басқа стоянкаға қойғанмын, и потом мен біреудің машинасын ұрлағанымды үшін менің бүкіл ақшамды алып кеткен. Тек қана менде бір не қалды, тас деппін ғой, не қағаз, оның не бір қағаз, оның код жазылып тұр. Мен өзіме 500 теңге қалды. Сол 500 теңгеге мен мынандай кішкентай мотоцикл алдым. Сол отырып ала, енді кеттік. Бұл мотоцикл жай жүреді, өте жай, но жарайды маған. Хотя бы бір жаққа жайлап бару үшін маған жарайды. Хотя бы жаяу жүргеннен жақсы. И мынау өте қатты тез жүреді екен. Жоқ, бұл просто қатты бұрылады, сондықтан мен дұрыс айта алмаймын. Так, анжелик достар, может бүгін бізден бір нәрсе ұрлап көтерміз. Мына мотоцикл ыңғайсыз. Айттым, мотоцикл мен айта алмаймын, достар. Мотоцикл айта алмаймын, сондықтан мен одан тиын қалды. 500 теңге. Может мусор қарап көрерміз. Ай, что за мусор такой? 1000 теңге жатыр. Ура, достар, бізде 2000 теңге. 1500 теңге болды. Аяқта енді прокатқа мен машина алалам. Тупойский мотоциклмен жүрмейміз. Ыңғайсыз екен. Мен оның орнына тамақ сатып алатын едім. Бірақ тамақ жаман-ақ. Жаман-ақ деппін ғой. Күшті ғой. Просто сәлеметсіз, мен деген прокатқа бір машина алайын деп, 1000 теңге мәңіз. Ура, достар, прокатқа машина алдық. Неше күн? Бір айға. Все, достар, кеттік. Машина ыңғайлы екен. Ай, рақатай. Не кетті. Кешір. Так. Мен енді неге барарым? Енді біз деген ақша жинауымыз керек. Біз достар, сондықтан қалай да болсын ақша жинап жұмыс істеп көреміз. Давайте таксист болайық. 5 күннің ішінде сосын мен кредитте төлеп тастайын, на машина менікі болады, сосын дальше таксист болып жұмыс істеп ақша табармыз. Менің де отелімнен шығартсады, как всегда. Енді мен отелін уже төлеген жоқпын 6 күндей, сондықтан мені шығартсады. Бәрі жаман болды. Сондықтан біз қазір деген неге кетейін жатырық. Таксовать етуге. Бірақ таксовать ететін дым жер жоқ, сондықтан мен просто қарып шығам. Мен қаламда көп жүрмегелі көп болды, потому что мен деген көп оралмадым бекасқа. Сондықтан қая кетті. Мен просто бір қалаға кетіп қалдым, сондықтан келіп едім. Сразу полиция күтіп тұр. Біз деген нені біреу машинасын ұрлап кеткесін дегесін. Мені просто шығарып жіберді, ақшамды бәрін алдым. Потому что отелінен не істегесін, машина ұрлағасын шығарған жоқ. Мен просто ақша төлемегесін ұрлап кет, шығарып жіберді. Мен пока что на жерде жолмен мініп үстіге түйісіп, но менің машинам без пока что. Түйісіп жей береді. Так, пока что біз мен де жұмыс істей беремін, потому что бізде азақ күн бар, 5 күн ап-азақ. Оны жерде таксовать тұра беруге болады. Пока шығамыз да, күтіп тұрамыз. Кеттік. Достар, біздің неміз келді, клиентіміз. Ол қазір машинаның артында отыр. Сіз қайқа барасыз? Мен неге баратын едім? Неге бітбікі жаққа. Мен білем ояқты, сондықтан кеттік, достар, бітбікіға. Неше болмайды ол да? Болмайды, мен жүруге. Жүрмейм болды. Так, короче, қатты айтамын, мен қорқам. Кешіріңіз, менің уақытым жоқ, просто мен машина өзі прокатқа алғанмын, сондықтан бәрібір де онда мен скутым. Жарайды. Нештеңге тұрады?
500 теңге. 500 емес, может 800. Давайте. Рахмет. Міне келдік сіздің отелімізға. Ой, рахмет. Тоқтайын. Все, 800 теңге. Достарым бір әжені алдап кеттім. Жарайды, мен адаммын. Тоқтаңыз. Не болды? Мынау 2600 теңге береріңіз, маңыз 800. Ой, ақылды екенсің ғой, сен білмеппін ғой. Айналайын ау. Я. Біз жаңағы орнымызға кетеміз. Достар біздің екінші клиентіміз келді. Қолысың. Жақсы, сіз қай барасыз? Мен бәп Биктібайға барам. Биктібай ма қазір? Ештеңе аласыз? 600. Жарайды. 500-ді күтіппін. Жоқ, 500 арзан жосып кешіңіз 600-ға болады. Бар уақша жетеді. Байша, сен аккуратты айда жүрсің ғой, сен прокатқа алған сияқтысың. Я, потому что мен өзімде ақша бар, машина алуға. Сосын осы таксовать етіп, 5 күннің бар, сол таксовать етіп, ақша жинап сатылар. Міне келдік. Хорош. Ақша. Жо берген жоқсың. Міне, болды. Все, достар. 600 бен 1200 жинап алдық. Біріншісінде бір соңғысында. Енді ол үлкендерді алдыға болады. Маған деген 10.000 теңге керек, 10.000 теңге аз емес. Сондықтан мен деген қалай да болса мен шаршадым. Почти шерпан жарайды. Қазір, полиция. Қазір жайлап видеомызды аяқтайтын боламыз. Мына жерге тоқтаймыз. Достар, бұл видеомыз аяқталады. Сіздермен болған мен Жасикеміз. Бұл деген бомждың Лас-Вегастағы нөмірдің нешінші бөлімін екенін білмеймін. Қазір мен бірақ ютубтан қараймын. Сондықтан лайк басып подписаться ет. Бұл бомж Лайк Вегас.